Екпенің емін алған аудан, дендеген дертті ауыздықтаған Шу өңірінде бүгінде жағдай тұрақты. Індетті жұқтырғандардың санын азайтып, аудан тұрғындары вакцина салдырып, ауруға қарсы иммунитет қалыптастыруда. Вакцина салдыруды әуелгі міндетіне айналдырған шулықтар қазіргі таңда бұл бағыттағы жұмыстарды аудан мен ауылдық жерлерде де қарқынды жүргізіп жатыр. Жалпы бүгінге дейін екпе қабылдағандардың саны 1434 адамды құрады. Қазіргі таңда қосымша 500 спутник V мен 100 Казвак вакцинасы жеткізілген. Ендігі кезекте шалғай аудандардағы екпе алуға ниетті азаматтардың саны артқан жағдайда орталықтағы дәрігерлерді шақырып, вакцина қабылдауға мүмкіндік қарастырып отыр екен. Қазір ауданда 60 инфекциялық төсек орын бар. Медициналық ұйымдарда қажетті жабдықтар жеткілікті. Дәрі-дәрмек қоры да тиісті мөлшерде. Мәселен, ауданда вакцина салдыру жұмыстары наурыз айынан басталса, сәуір айының ортасына дейін тағы 1500 дана вакцина жеткізілген. Айта кетейік, мұнда сәуір айының 15-нен кейін қарапайым халықты вакцинациялау басталған. Өткенде бір рет келген кезде дәрігерлер қайтарып жіберген, кішкене тұмаурап тұр екенсіз, сол тұмауды жөндеңіз, емдеңіз, содан кейін келесіз деп. Өткен аптада келсем, бүкіл 700-дей вакцин келген екен ауданға, оның бәрі таусылып кетіпті. Бүкіл медицина саласы, білім саласында қызмет ететін мемлекеттік қызметкерлер салғызыпты. Одан қала берсе, қалың халықтың да пейілі, ниеті оң боп өзгеріп, вакцинға келіп салып атқан көрінеді. Екпе салдыруға ниетті 18 бен 65 жас аралығындағы тұрғындар ең әуелі терапевт дәрігердің тексеруінен өтіп, қан қысымы мен дене қызуы қалыпты болған жағдайда ғана аудан орталығындағы отбасы орталығынан екпе салдыруда. Оған қоса аудан іргесіндегі 6000-ға жуық тұрғыны бар Қонаев ауылында да екпе салдыру орталығы ашылған. Бас дәрігердің сөзіне сүйенсек, әр орталық күніне 60 адамға дейін қабылдай алады екен. Қажеттілік болып жатса, алдағы уақытта екпе салдыру орталықтарының саны артпақ. Вакцина егу кабинеттері мынау демалыс күндерге қарамай жасалса, яғни жексенбі, сенбі, жексенбі күндерде жұмыс атқарып жатыр. Сондықтан әрбір азамат қай уақытта өзіне ыңғайлы, сол уақытта келуге болады деп айта аламын. Таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 5-ге дейін вакцина барлық жерде осы жоғарыда аталып кеткен 4 орында жасалады. Еске сала кетейік, бүгінде біздің облысымыз індеттің өршуіне байланысты сары аймақта. Сондықтан арқаны кеңге салуға болмайды. Осы жауапкершілікті сезінген Шу ауданының ақ халаттылары халықты санитарлық нормаларды сақтап бетперде киюге шақырды. Сара Шоқанқызы, Балнұр Берікбай, 7/7 News.